Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз баклажаннан, кәртіден ең оңай салат жасаймыз. Қараңыздар, қандай керемет мінекей. Өте керемет. Ең оңай салат. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал құрметті көрермендер, ондай болса, біз бүгін салаттың ең оңай түрін жасаймыз, яғни жылдам дайын болатын салат. Ол үшін бізге баклажан, яғни кәді қажет болады. Баклажаннан, кәдіден бізден 3 тал алдық. Жұмыртқа қажет болады, 3 жұмыртқа. Және листья салата дейді ғой, жапырақтары, салат жапырақтары, укропымыз қажет болады. Бәрін жуып, тазалап алдық, ең бірінші бастысы. Және сарымсақтың 3-4 тістемесі қажет болады. Қызанақ, яғни помидорымыздан 3 дана, және де бізге мынандай сыр қажет болады, плавленый сыр, дружба деген сырлар бар ғой, плавленый. Содан 2 дана қажет болады. Майонезіміз, майонезден бүгін мен 3 желание майонезін алдым, және сухарики. Ең бірінші, яғни біз баклажанымызды, яғни кәдімізді жұқа етіп турап алып, тұзға 15-20 минутқа салып қоямыз. Осындай ұзын тілше етіп турап аламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, жақсылап бәрін майда тонкий етіп турап алдық. Енді үстіне бір ас қасық тұз салып баклажандарымызды тұзымызға салып 15-20 минутқа баклажанымызды қоя тұрамыз. Ал енді құрметті көрермендер, біздің баклажанымызды суға, яғни кәдімізді суға салып қойдық, тұздалып тұрғанша, біз оған дейін начинкасын жасайық. Ол үшін бізге укропымызды турап аламыз. Яғни ас көк. Қазақша атауы ас көк деп аталады. Қалың жерлер керек емес. Бізге осы жетіп қалар. Майдай тураймыз. Келесі сарымсағымызды чеснокодавкадан өткізіп аламыз. Мінекей, сарымсағымызды өткізіп алдық. Және де майонез. Майонездің орнына қаймақ, сметана қолдансаңыздар да болады. Бірақ маған өзіме майонезбен көбірек ұнайды. Үстіне тұзымызды саламыз. Және қара бұрыш. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, біздің начинкамыз ішіне салатын дайын. Қараңыздар, қандай керемет. Ал енді келесі бізде қызанақ. Қызанағымызды осындай көсоқтарға турап аламыз. Мінекей, қызанақтарымызды дайын. Келесі бізде плавленый сырымыз, яғни ірімшік. Плавленый сырымызды осындай көсоқтармен турап аламыз. Мінекей, сырымызды да турап алдық.
Ал келесі бізде жұмыртқа. 3 жұмыртқамызды осындай жақсылап ес аласыздар. Біздің де жұмыртқамызды дайын болды. Мінекей баклажанымызды судан шығарамыз. Бір суын, тұзды суын төгіп тастап, таза суға салып шайқап аламыз. Келесі осы баклажанымызды мынандай кухонный салфеткаларыңыз болады ғой. Сол кухонный салфеткаларымызға суын сорғытып аламыз. Осылай суын сорғытып алып, таза тарелкаға сала берсеңіз болады. Мінекей құрметті көрермендер, енді сковородкамызға майымызды құйып аламыз. Құйылған майымызға, яғни баклажанымызды жұмыртқамызға малып, сухариге не үшін керек десеңіздер, осы баклажанымызды сухаригеға малып, сковородкамызға жарып кетеміз. Екі жағына ойнатып, қызыл-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, екінші бетін аудардық. Мінекей осылай қызыл-қызыл етіп, барлық кәділерімізді, баклажандарымызды пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, баклажанымыздың бәрін қуырып алдық, екі жағынан жақсылап. Енді баклажандарымызды қойып шығайын, сіздерге удобно болған көрінуге. Үстіне начинкамызды жағамыз. Баклажанның орнына, құрметті көрермендер, сіздер кабачки алсаңыздар да болады. Кабачкимен де өте дәмді шығады. Ең оңай салаттың түрі бұл. Листья салаттардан салсаңыздар да болады, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Өз еріктеріңіз қалай жасайын десеңіздер де. Бірақ в основном составы осындай болу керек. Қызанақты, ірімшікті салып, осылай бәрін орап шығамыз. Өте дәмді салат жасап көріңіздер. Ең оңай. Мінекей, осылай бәрін орап шығамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің кешкі асқа деп айтсақ та болады, тойымда ең оңай салатымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай керемет шықты. Құрметті көрермендер, салатымыз дайын болды. Онда осы бүгінгі салатымыздың дәмін көрейік онда. Бісміллә деп қолмен ақ көре берейік.
Керемет сочный. Әрі өте оңай салат. Қараңыздаршы мен. Керемет дәмді. Өте керемет шыққан, құрметті көрермендер, жасап көріңіздер. Пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.